Сәлем қыздар, бүгін сіздермен осындай өте әдемі дәмді болып шығатын дәрумендерге бай болған салат дайындаймыз. Видеоның соңына дейін қарап менің каналыма тіркеліп лайк басып кетіп, қазақша каналдың дамуына үлес қосуларыңызды сұраймын. Ең алдымен брокколи мен түрлі түсті орам жапырақты тазалап жуып, бөліктерге бөліп, суға салып, тұз салып, қайнатып, жұмсағанша пісіріп алатын боламыз. Сосын барлық салатын заттарымызды жуып, тазалап, турап шығамыз. Шпинатты осындай үлкен бөліктерге бөліп турап аламыз. Сосын қиярды тазалап, оны да үлкендеу бөліктерге бөліп, осылай турап шығамыз. Болгар бұрышын осындай светофор деген қызыл, жасыл, сары түстерін пайдаландым. Өте әдемі шығады. Оны тазалап, осындай ішіндегі ақ жерлерін алып тастап, майдалап, ұзындау етіп турап шығамыз. Қызанақты да тазалап, үлкендеу бөліктерге бөліп, турап аламыз. Міне біздің брокколи мен түрлі түсті орам жапырақ пісіп шықты. Оны осындай өзімізге ыңғайлы бөліктерге бөліп турап аламыз. Қатты майдалап жібермейміз, өйткені езіліп кетеді. Үлкендеу бөліктер болса, салатымыз өте әдемі болып шығады. Осылай бөліктерге бөліп шықтым. Енді салатымыздың барлық тураған заттарыны үлкендеу ыдысқа салып аламыз. Шпинатты саламыз, тураған болгар бұрыштарын саламыз, қиярды, қызанақты салдық. Үстіне көкөністерден кинза мен укроп салдым мен. Оны да қатты майдалап жібермейміз, үлкендеу етіп турап саламыз. Сарымсақтың екі тісіні осындай езетінен езіп шығарып алдым. Үстіне тұз саламыз, 1 шай қасықта, қасықтың ұшында қара бұрыш саламыз. Кориандр саламыз, 1 шай қасық, сосын 2 шай қасық паприка салдым. Соевый соус 1-2 қасықтай құйып, үстіне қант салдым. Сосын қызып тұрған майымызды осы дәмдеуіштердің үстіне осылай шытырлатып құйып аламыз. Майымыздың ыстық болғаны өте маңызды, дәмді болып шығады сол кезде. Енді барлығын абайлап, жайлап, араластырып аламыз. Қатты араластырып жібермеңіздер, езіліп кетуі мүмкін. Біздің салатымыз дайын, оны осындай әдемілеп табағымызға салып аламыз. Үстіне әсемдеу үшін мен грек жаңғағынан пайдаландым, оны осындай үкіштен өткізіп алдым. Басқа да өздеріңіз қалауларыңызша әсемдеп қойсаңыздар болады. Өте дәмді, дастарханның көркін ашатын салат болады. Дайындап көруге кеңес беремін қыздар. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, өз пікірлеріңізді бөлісіп кетіңіздер. Менің каналымда басқа да қызықты, оңай рецепттер бар. Кіріп, көріп, өз пікірлеріңізді қалдырып кетулеріңізді сұраймын.